Сирияда бір аптадан соң бітімге келу шаралары басталады. Мюнхенде өткен алқалы жиында тараптар күн тәртібіндегі маңызды мәселелердің барлығында мәмілеге келді деуге болады. Тек бір ғана тақырып төңірегінде әзірше келісім жоқ. Сирия аумағындағы лаңкестік ұйымдардың тізіміне қатысты пікірлер қайшылығы. Уақытша бітімге келуден бөлек осы айда тағы да келіссөздер жүргізу жоспарланып отыр. Ендігі басқосуда талқыланатын мәселе елдің ресми билігі мен оппозицияның ортақ мәмілеге келуіне қатысты болмақ. Айтпақшы, былтыр Сирия оппозициясы Астанада бірнеше кездесу өткізген еді. Ендігі келісімнің іс жүзінде жүзеге асуын Біріккен ұлттар ұйымы шеңберіндегі Ресей мен ақш бастаған топ бақылайтын болады. И цель этой группы помогать. Аталмыш топтың негізгі мақсаты Біріккен ұлттар ұйымы мен өзге де гуманитарлық агенттіктердің бейбіт тұрғындар алдындағы борышын орындауға көмек беру. Кездесуде тараптардың өзі қазіргі жағдайдың себептерін тізіп берді. Енді оппозиция мен өзге де ұйымдарды басқарушылардың бітімгершілікке келуде өз міндетінен қашпайтынына үміттенем.